Асар баспанаға 11 ақпан 2023 жылы кірдім мен. Семейден звондады қыздар. Осындай жаңа кооператив, осындай жаңағы асар деген сөздің енді өзі де белгілі болып тұр ғой қыздар. Баяғыда асар дегенде бізге біреу кірпішін, біреу сыпыртқысын, біреу күрегін, біреу жаңа топырағын әкеп үй сап беретін ауылда ағайындар. Ана үйсіз жүргендерге. Сол мағынамен жаңа асар деген сөзден ақ түсініп, біреуге сыйлық жасайын деп алғаш мына қыз айтқандай 1000 теңгемен кіргенбіз біз. 1000 теңгеменен. 1000 теңгеге кіріп, бірақ алғашында енді жақсы кіргенде ма, бір айға жетпей біз 3000 теңгені алып қойдық. 1000 теңге салсаң 3000 теңге аласың дегенге. Біз 3000-ды алып қойдық. Сол 3000-ды да алған жоқпыз, 3000-ға 2000 қосып 5000 тағы салдық. Қазіргі уақытта Асар баспананың автобусының уже күмісін, қоласын, алтынын алып қойдық біз. Енді тек қана жаңағы платинасын күтіп отырғанбыз. Ар жағы енді білесіз ғой, мәше мініміз келіп қалған. Тәубе, онда жетеміз. Ол үшін енді Нұрбол мырзамызды аман есен, осы бір басына түскен сынақ, бұл бәрімізге түсіп тұрған шығар деп ойлаймын енді. Сынақтан аман есен өтіп, ортамызға Нұрбол бірінші Алла деп атамыз, екінші осы Нұрбол бауырымыз деп атамыз. Өзіміздің жаңағы жерлес деп айтып атамыз, неше түрлі айтатымыз ол балаға енді інімізде. Сол ортамызға оралса екен деп ойлаймыз. Асарымыз жасасын, асарымыз қолдаймыз. Үйдің де бар ғой, уже күмісін жаңа не салып қойдық біз уже, қоласын алып қойдық. Оның да алтынына кеп қағамыз. 2.400.000 дегеніңіз бар ғой, 200 мың адам бар ғой, 200 жылдың ішінде миллионер болып кетті ғой. 200 адам. Мынаңыз 90 мың кірді дедіңіз ба, соның 200 адамы миллионер болып тұр. Яғни 20 миллион халықтың 1% миллионер болып тұр. Оны мемлекет беріп жатқан жоқ, ондай ақшаны. Жоқ, сонда халықтың бәрі байып жатыр. Кім арыз жазған болып тұр? Арызды енді кім жазғанын білмейміз. Біздің мына нағыз асарда отырған, нағыз асардың ішінде отырған бірде бір адам жазған жоқ. Біз әлі күнге дейін жазып жатқан жоқпыз. Нұрболға кесіріміз тимес деп міне әлі отырмыз. Міне. Сіздер салған ақшаны шығарып алдыңыздар, еселеп, иә? Біз шығарып алдық. Біз салғаннан алғанымыз да көп. Мына халықтың көзілегені жаңа айтылды ғой, 1 теңге сап 3000-ды кім береді сізге? 3 есемен алдық біз. Біз алып қойдық. Біз алған адамдармыз. Яғни көлік алмады деп жатыр. Алынды. 12 көлік. Оның бар ғой, тойларына дейін көрсете алады. Ол 12 көліктің газы айтайын. 22 миллион теңгеден ақша берген кезде, жаңағы спортивный сумкамен әкеп Нұрболдың личныймен бар ғой, салоннан көргенбіз ақшасын. Анаққа төлеп алып шыққан кезде, қазақтар бар ғой, ана бір машинамен өзгеріп қой. Ана бауырыма да балама да жетсін дей ма, 2 машина мінгендер бар. Мен қазір естідім, 3-дің мінгендер бар екен. 22 миллионға Хондайдың ол кезде 3-ін алуға болады. Жаңа акцент енді кішкене арзан модельдер арзан. 7 миллионнан мысалы акцент, біліп тұрсыз ғой, жаңа Элантра ол кезде кішкене арзан. Тағы сондай машиналар 3-тен мінгендер бар. Сонда 12 адамнан 2 машина санаған кезде 26 адам машина қойды. Қазіргі уақытта. Үйден айтайын, 4 үй алынды. Ол үйді де алған кезде енді кілтін көрсетіп атты енді. Мен енді районын, ауылын аудан деп айтпай қояйын. Бірақ енді кілтін көрсетіп 4 адам үй алды. Үй 44 миллион. 44 миллион. Менің жер үй ал, менің этаж үй ал. Болашақта, бірақ та бұл кісінің барға арманы көп еді. Болашақта бұл кісі өзі де барға жер алып, сол асарларға арнап үй саламын деген, ЖК, асар деген. Қазіргі уақытта бар ғой, қазіргі уақытта ол кісінің асар такси міне программасы тұр. Кәдімгі біз бар ғой, қалай айтсам сізге 50 мыңнан деп айтайыншы, бір жаңағы процент несін алып қоймыз, акциясын. Яндекс құсап жаңа асар такси. Содан кейін асар ауыл деген бар. Одан да 10 мың теңгеден орын алып қоймыз. Ауылды жаңғырту үшін. Ауыл салам деген бар. Санаторий бар. Ол немен әлгі шипажайға барасыз. Мысалы 1000 адамнан 50 адам өзі әлгі барабаннан алып шыққандай жаңағылай жеңгендер бар. Розыгрыш құсады. 1000 адамнан мысалы 50 адам шипажайға Сарыағашқа 3 ба 4 неменен келісіп қойған. Бар таңдаған жеңіңіз бар жатпайсыз. 4 мезгіл тамағыменен. Тағы бір программасы Мекке Мединаға барасыз. Ол енді өз ақшаңызбенен, бірақ енді оғанда жаңағы Нұрбол мырза өзі апарып жатқанменен анаға елде ұқсап алданып жатқан жоқпыз енді. Елде ұқсап барып әлі тамақсыз далада қалып жатқан жоқ. Самолетпен қонып жатқан жоқ. Барған адамдар риза болып қайтып, алтын әлгі неме әлгі білезіктен тағып қайтып жатыр. 2 автобус бар. Туристический. Қай жаққа қыдырамыз деңіз? Қазақстан бойынша енді өзімізге. Алла бұйыртса болашақта соның барлығы мына өзі де барып жүр енді көп нәрсе Түркістан жақтан. Жақында автосалон ашылды. Салонның да алу жағдайын айтайын. 1.250.000 мыңнан шығаратын болсаңыз, 10 адам, 12 миллион машинасын мініп кете бересіз. Бірақ кезекпенен. Келесі 1.250.000 мына кізе салсаңыз, міне 10 адам бір жылда 10 машина лайық мініп кетеді ғой. Түсіңіз ба? Міне ондай да программасы бар болған. Енді несі көп, өте программасы өте көп. Оны айта берсеңіздер көп. Сондықтан да тек қана біз барған Нұрболдыға бостандық сұраймыз. Міне, бауырымыз аман есен орнымызға, арамызға қосылса екен,
біздің тегіміз бар, тегіміз сол болып тұр қазіргі уақытта. жоқ сонда кім арыз жазып отырған Енді арыз жазғандар айтып отырмын ғой, ол мен даже естімеппін жаңағы соңғы кім екенін. Асар баспана біздің мына нағыз асарлықпын дегендер жазған емес. Өйткені жаңа қыз айтқандай, орысшада айтып отыр ғой сізге. Біз күнделікті өзіміздің қанша адамның миллионер, қанша адамның ақша алғанын, қанша өз орнын келатқанын жұмысымыздың алдымызда бар кәдімгі график құсап тұр. Осы күні аламын ау деген неменен жазып қоятынбыз біз мысалы. Минут сайын даже, секунд сайын. Сағатына еп тұр ананың барлығы. Алла бұйыртса өзімде миллионер боламын ба деп қалғанмын. Аумин. Жақында қалған менде. Кеп қалдым. Нұрбол ортамызға қосылса ол. Мен жаңа айтайын деген сөзімді айтайын деген былай. Ана мемлекет айтып отыр екен ғой, миллиард деп. Миллиард деген 9-0 ма? Асарлықтар бар ғой 12-0-мен жұмыс жасайды екен. Триллионға жетеміз біз. Триллионмен жұмыс жасайық деп тұрмыз ала берсе. Жаңа миллиард шықты, миллиард дейді ғой, миллиард деген ақша ма? 9-0. Біз 12-0-мен жұмыс жасаймыз. Сонда бүкіл жала болып тұр ғой жаңа. Бұның бары жала. Нағыз асаршымын, нағыз асарлықпын дегендер біреу жазып ол Нұрболға қиянат қылған емес. Ол баладан ешкім жапа шеккен жоқ. Даже соңғы салғандардың өзі жапа шеккен жоқ. Әрине. Иә, салғандар 1000 теңге алатындар 3000 теңге кім жапа шеккен? Бағана келіп кеткен кісілерді көрдіңіз ба? Соларға салғаннан алғандары көп апалардың.